Әлемде мал етіне сұраныс көбейіп, Қазақстан оны экспорттайтын ірі елге айналуы мүмкін. Сарапшылардың болжамынша, алдағы 10 жылда еттің осы түріне деген сұраныс 233 миллион тоннаға жетеді. Демек, отандық кәсіпкерлердің табысы ұлғаяды, қол ұзарып, тіпті Азияны етпен қамтамасыз етеді. Ал өнімдерді сыртқы нарыққа үздіксіз жеткізу үшін әуемен тасымалдау әлеуетіміз артады. Екінші рет ұйымдастырылған ауыл шаруашылық еңбеккерлерінің форумында мемлекет басшысы мал шаруашылығын дамыту керегін айтты. Ал малды бағып өсіріп, оның санын көбейтуге мемлекет қолдау көрсетеді. Тіпті шаруамды кеңейтем деген кәсіп иелеріне жеңілдікпен несие де беріледі. Қазір нақты қаржыландыру тетіктері бар. Жайылымдарды сумен қамтамасыз етуге, мал бордақылайтын орын салуға және асыл тұқымды мал алуға мемлекеттен субсидия беріліп жатыр. Былтырдың өзінде осы мақсатқа 60 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Біз өзіміздің тарапынан отандық етке өсіп келе жатқан сұранысты ескере отырып, ішкі нарықты одан ары қарай қамтып етуге дайынбыз. Қазақстанның әлеуметтік нарықтағы позициясын нығайтып, экспорттық потенциалын арттыруға күш саламыз. Келесі жылдың ортасында мал шаруашылығы саласындағы бизнесті қолдау туралы құжат қабылданады. Яғни жайылымдық жерлер ауыл тұрғындарына және нақты жоспары бар инвесторларға беріледі. 2022 жылдан бері мемлекетке 14 миллион гектардан астам жер қайтарылды. Президент әкімдіктерге оны бос қалдырмай игеру міндетін жүктеді. Ашығын айтуымыз керек. Біз ауыл шаруашылығының орасан зор әлеуетін әлі де толық қолданбай отырмыз. Еліміз жайылымдық жер аумағы бойынша әлемде 6-шы орын алады. Ал егіс алқабы бойынша 8-ші орында тұр. Демек, қолымызда қажетті ресурс бар. Тек соны тиімді пайдалануымыз қажет. Соңғы 10 жылда ауыл шаруашылығының жалпы өнімі 2,5 еседен артық өсті. Яғни 3,3 триллион теңгеден 8,3 триллион теңгеге дейін көбейді. 2030 жылға дейін тағы 2 есе ұлғаймақ. Биыл салаға бағытталған жеңілдетілген несие көлемі ел тарихында алғаш рет 1 триллион теңгеден асты. Бұл 5 жыл бұрынғы жағдаймен салыстырғанда 10 есе артық көрсеткіш. Қолдаудың тағы бір түрі елімізде өндірілетін техниканы жеңілдетілген лизингпен беру. Соның арқасында ауыл шаруашылығы техникаларының тозуы 90-нан 70%-ке төмендеді. Жақында Америка Құрама Штаттарына жұмыс сапарым кезінде John Deere компаниясымен бірге құны $2,5 миллиард болатын стратегиялық серіктестік туралы келісімге қол қойылды. Соған сәйкес, алдағы 5 жылда елімізде 3000-ға жуық заманауи техника шығарылады. Сонымен қатар 2000 адам жиналған іс-шарада жұмысшы мамандықтар жылын орай еңбек адамдарына айрықша құрмет көрсетілді. Президенттің қолынан ауыл шаруашылығы саласының 30 еңбеккері мемлекеттік награда алды. Жоғары дәрежелі ерекшелік белгісі Қазақстанның еңбек ері атағы беріледі. Төлеуов Аманғос Сансызбайұлына, Степное серіктестігінің директоры, Ақтөбе облысы. Іс-шарада бір адам парасат орденінің кавалері, 6 адам құрмет орденінің иегері атанды. Екінші дәрежелі еңбек даңқы орденімен бір азамат, үшінші дәрежелі еңбек даңқы орденімен 10 адам, ерен еңбек үшін медальмен 6 еңбеккер марапатталды. Сондай-ақ жиында Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері құрметті атағы ауыл шаруашылығы саласында озат атанған 4 азаматқа алғаш рет тапсырылды.